Сәлем достар, қайырлы күн. Қалдарыңыз қалай? Аман есенсіздер ме? Оразаларыңыз қабыл болсын. Міне азғантай күннен кейін Құдай қаласа ораза айымыз бітеді. Бүгін қадір түні. Қадір түнінде тілеген тілектеріңіз, дұғаларыңыз қабыл болсын әрқашанда. Енді менің айтайын дегенім, маған әлі жекемен жазып жатыр, көптеген адамдар, көптеген оқырмандарым Англияға набор ашық па, майда барайық деп едік деген сияқты сообщениялар жазып жатыр. Менің айтайын дегенім, Англияға набор тоқтатылды. Енді сайттарды толтырудың қажеті жоқ. Жылдың аяғына дейін тоқтайды. Сайттар қашан ашылады, сол кезде толтыру керек. Сайттар октябрьдің 15-нен кейін ашылады. Сосын февральға дейін толтырып үлгеру керек. Очередь деген көп. Қазір адам көп толтырып жатыр. Көбісіне келмей қалып жатыр шақырту. Сабыр ету керек. Күту уақыты ұзақ болады. Кейбір адамдар әлі түсінбей жатыр. Маған шығып айтады, қазір көктем басталып жатыр ғой, майға кету керек, соған көмектесіңізші дейді. Жандарым, сайт толтырмай, шетелге, Англияға заявка тастамай, сіз жұмысқа бара алмайсыз, ол оңай емес. Олар ойлайды, загранпаспорт алам, заявка тастайым, майда кетем деп. Жоқ, ол ондай болмайды. Сондықтан барлығына ертерек әрекет етіңіздер. YouTube болсын, TikTok болсын, Instagram болсын, осы Англия туралы, жұмыс туралы барлық жерде уже ашықтан ашық айтылып жатыр. Қаншама видеолар түсіріліп жатыр. Жұмысқа қалай орналасу керек, сол туралы да айтылып жатыр. Соларды қараңыздар, зерттеңіздер. Оның бәрі қалай істеледі, қандай жолдармен ол баруға болады. Соны қарап ізденіңіздер. Хорошо? Потому что миға қонбайтын сұрақтар қойылып жатыр да. Неге майда мен бара алмаймын, сезон енді басталады деген сияқты әңгімелер айтылып жатыр. Сондықтан осы видеоны мен закреплять етіп қоям. Қараңыздар, маған тіркеліңіздер. Алдағы уақытта көптеген қызықты видеолар салатын болам. Алла жазса, майда жолға шығамыз, біз жол жүреміз. Англияға барған, жұмыс істеген видеоларымыз салып отырам. Сондықтан маған тіркеліңіздер, видеолармен бөлісіңіздер. Сау саламатта болыңыздар. Келесі кездескенше.